Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен біргелікте осындай әдемі өрнекпенен орамал тоқитын боламыз. Бұл өрнекті мен интернеттен көрдім. Маған өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойменен сіздермен бөлісейін деп шештім. Осындай әдемі моншақтарменен осылай әрлеп әдемі орамал тоқимыз. Шайлап ақсыз тоқсаңыздар да өте әдемі шығады. Ол үшін бізге жіп және моншақтар қажет. Мен моншақтарды алдын ала осылай жіпке өткізіп тізбектеп аламын. Және мен осы ярнарттың етамен жібінен тоқыдым. Бір орамалға қанша жіп және қанша моншақ кеткенін видеоның соңында айтатын боламын. Тоқуды бастаймыз. Ол үшін осылай бір ілмек жасап аласыздар. Және 5 бос шалма аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Айналдырып бірінші ілмекке алып келемізді. Біріктіргіш ілмек арқылы осылай біріктіресіздер. 1, 2, 3, 4 бос шалма аласыз. Шеңбердің ішінен бір шалмалы бағаншадан, яғни бір шалмалы бағаншаны өзгертеміз. Қараңыз, бізде 3 ілмек бар ғой, соның бірінші ілмегін жалғыз өзін тоқисыз. Соң 2 ілмекті, қалған 2 ілмекті осылай бірге тоқисыз. 3 ілмек, соның алғашқысын жалғыз өзін, соң 2 ілмек, қалған 2 ілмекті тоқимыз. Бір бос шалма аламыз. Осы бізде бір топтама деп аталады. Тура осылай және 3 топтама тоқимыз. Шеңбердің ішінде жалпы бізде 4 топтама пайда болу қажет. Үшінші топтамамызды тоқыдық. Енді соңғы топтамамыз. Міне 4 топтамамыз тоқыдық. Келесі қатарға өту үшін 4 бос шалма аласыз. Айналдырамыз. Мына бірінші ұяшықтан тура жаңағындай бағаншадан екеуін тоқисыз. Бір бос шалма аласыздар да тура осы ұяшықтан және 2 бағанша тоқимыз. Сонда бір ұяшықтан 4 бағанша тоқисыздар. 2 бос шалма аласыз 4 бағаншадан соң келесі ұяшықтан өрнек тоқимыз. Ол үшін бір шалмалы бағаншадан осы жерге екеуін тоқисыздар. Бірінші бағаншамыз, екінші бағаншамыз және 2 бос шалма аласыздар. Екінші жиегінен 4 бағанша тоқисыз. 2 бағаншадан кейін міндетті түрде бір бос шалма аласыздар. Жиегіндегі 4 бағанша және жанындағы 2 бос шалма үнемі орамалымыздың соңына дейін өзгеріссіз қайталанады. Сондықтан да келесі қатарларда тек қана өрнекті көрсететін боламын. Осы жерлерге мән беріп осы қатарда қарап алыңыздар. Келесі қатарда бұл жерлерін көрсетпеймін. Тек қана өрнекті көрсететін боламын. Бұл екі шеті үнемі өзгеріссіз орамалымыздың соңына дейін қайталанады. 2 бос шалма алдық. Енді өрнекке келдік. Қараңыз, өрнектің алдындағы ұяшықтан бір шалмалы бағаншадан екеуін тоқисыз. Біреуін тоқыдық. Екіншісін тоқимыз. Және міне өрнегімізде 2 бағанша бар. Осы 2 бағаншаның үстіндегі ілмектен бір бағаншадан 2 бағанша тоқисыз. Яғни әр бағаншаның үстінен біреуден 2 бағанша тоқисыз. Өрнегімізден кейінгі ұяшықтан 2 бағанша тоқисыздар.
Міне 2 бағаншамыз 6 бағанша болып осы қатарда көбейді. Жиегінде бағаншалар тоқыдық, енді ортада өрнекке келдік. Өрнектің алдындағы ұяшықтан бір шалмалы бағаншадан 2 бағанша тоқисыз. Яғни мен жиегіндегі бағаншаларды көрсетпеймін деп айттым ғой, жиегіндегі 4 бағаншаны соны тоқып аласыздар. Және ортадағы 6 бағаншаның әр қайсысының үстінен бірден 6 бағанша тоқисыздар. Екінші бағаншамыз тоқыдық. Үшінші бағаншамыз, төртіншісі, бесінші және алтыншы бағаншамыз. Соң өрнектен кейінгі мына ұяшықтан бір шалмалы бағаншадан екеуін тоқимыз. Осы қатарда енді 6 бағаншамыз біздің 10 бағанша болып мінекей көбейді. Енді айналып келіп өрнекке келдік. Мына өрнегіміздің алдындағы ұяшықтан 2 бағанша тоқисыз. Соң мына 10 бағаншамыздың бірінші басындағы 4 бағаншасын тоқисыздар. Яғни әр бағаншаның үстінен бір бағаншадан тоқимыз. Бірінші бағаншамыз, екінші, үшінші, төртінші бағаншаны тоқыдық. Бізде 6 бағанша пайда болды. Енді 2 бос шалма аласыздар да төменгі қатардан 1-2 ілмекті тастайсыздар да келесі ілмектен бір шалмалы бағанша тоқисыздар. 4 бағанша тоқимыз, яғни өрнегіміздің үстінен 4 бағанша тоқисыздар да осылай. Соң жанындағы ұяшықтан 2 бағанша тоқисыз. Мынау біздің өрнегіміздің ортасындағы центр болып есептеледі. Енді жиегіндегі 4 бағаншаны тоқып айналып келдік. Және бірінші ұяшықтан енді біз жаңа өрнек тоқимыз. Ол үшін 2 бағанша тоқисыз. Бірінші өрнегімізді қалай бастадық, тура солай тоқисыздар. 7 бос шалма аласыздар. Ортадағы центрдан шалмасыз бағаншадан 3 рет тоқисыз. 1, осы ұяшықтан екінші шалмасыз бағаншамыз тоқыдық. Енді үшінші шалмасыз бағаншаны тоқисыздар. Және 7 бос шалма аламыз. Мына өрнегіміздің центр бір жағында қалай тоқсақ, екінші жағын тура солай қайталайсыздар. Жиегінде 4 бағаншаны тоқып өрнекке келдік. Өрнектің алдыңғы ұяшығынан 2 бағанша тоқисыз. Өрнектің үстінен 2 бағанша тоқимыз. Және өрнектен кейін 2 бағанша тоқимыз. Өрнегіміз біздің 6 бағанша болып көбейеді. 1, 2, 3, 4, 5 бос шалма аламыз. Мына ортадан алдыңғы қатарда 3 бос шалма тоқыдық қой. Осы жерден енді 2 бос шалма тоқимыз. 1, 2. Және 5 бос шалма аламыз. 2 бағанша тоқыдық. Өрнегіміздің үстінен 2 бағанша тоқимыз. Бұл біздің екінші өрнегіміз ғой. Өрнектен кейінгі ұяшықтан және 2 бағанша тоқисыздар.
2 boş шалма аламыз. Айналып өрнегімізге келдік. Енді өрнегіміздің алдыңғы ұяшығынан 2 бағанша тоқисыз. 1, 2. Енді мұна 6 бағаншаның әр қайсысының үстінен бір-бірден 6 бағанша тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6. Өрнектен кейінгі ұяшықтан 2 бағанша тоқисыз. Енді 1, 2, 3, 4 boş шалма аламыз да, мұны ортадағы ілмектен бір тоқисыз. Осы жерге моншақ тоқимыз. Яғни біз әр қатарда қысқарды, білсеңіздер. Мұна ортадағы ілмектен мен артқы жағынан ілмек бізімді осылай алдына қарап өткіземін да. Соң моншағымызды алып келеміз. Жұмысшы жіпті іліп шығарамыз да, осы жерден қайтадан артқа қарай жібімізді іліп аламыз да, міне. Бірге тоқисыздар. 1, 2, 3, 4. Және мына ұяшықтан 2 бағанша тоқимыз. Өрнегіміздің үстіндегі 6 бағаншаның үстіндегі ілмектен 6 бағанша тоқимыз. Қараңыз, осылай тоқысаңыздар да, мына моншағыңыз тура өрнектің ортасында тұрады. Бұлай жан-жағына қозғалып, айналып кетпейді. Өрнекті басқаша тәсілдермен салып көріңіздер, бірақ осы салған нені, моншақтың осы салған әдісін қолданып көріңіздер, басқашасын көріңіздер. Мен енді бәрін тоқып көрдім, бірақ маған осы ұнайды, басқасын мен келістіре алмадым. Моншақтарым айналып артына шығып кете береді. Бұда енді тура осылай тұрады. Қараңыз, енді осыдан кейін енді мен сіздерге соңғы қатарды көрсететін боламын. Оны бірге тоқимыз қазір. Жиегіндегі 4 бағаншаны тоқимыз. Мінекей. Міне, осылай әдемі өрнек болады. Қараңыз, қандай әдемі. Айналдырып, енді 4 бағаншамызды тоқиық. Видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнаған болса, лайк басыңыздар. Подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Келесі жолы осындай әдемі орамал тоқимын. Жіберіп алмайын десеңіздер, қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Енді өрнекке келді. Қараңыз, өрнектің алдыңғы жағында ұяшықтан 2 бағанша тоқисыз. Соң өрнегіміздің үстінен 4 бағанша тоқимыз. Алдыңғы жағындағы 4 бағаншаны әр қайсысының үстінен біреуден 4 бағанша тоқисыздар, міне осылай. Және 2 boş шалма аламыз да, төменнен 2 ілмек тастап, 3-ші ілмегінен және бағанша тоқимыз. Осылай 4 бағанша тоқимыз. 3-ші бағаншамыз және 4-ші бағаншамыз. Өрнектен кейінгі мұна ұяшықтан 2 бағанша тоқимыз. Енді 2 boş шалма аласыздар да, мұна келесі ұяшықтан, қараңыз, мұна өрнектің алдыңғы ұяшығынан 2 бағанша тоқимыз. Және 4 бағаншаны
осылай 4 бағаншаның үстіндегі ілмектен 4 бағанша тоқимыз. Екі бос шалма алып, төменнен 2 ілмек тастайсыздар да, үшінші ілмектен және бағанша тоқимыз. Бірінші бағаншамыз тоқыдық, екінші бағаншамыз, үшінші бағаншамыз және төртінші бағаншамыз. Өрнектен кейінгі ұяшықтан 2 бағанша осылай тоқимыз. 2 бос шалма аламыз да және 4 соңғы бағаншамызды тоқимыз. Міне, өрнегімізді тоқып аяқтадық. Сіздерде орамалымыздың соңғы қатарын осылай аяқтайсыздар. Орамалымыздың маңдай жағын осылай әр бағанның үстінен біреу тоқысаңыздар да тегіс болып, әдемі болып аяқталады негізі. Бірақ мен осы орамалымды басқаша аяқтадым. Яғни осылай толқын тәрізді қылып аяқтадым. Енді өзіңізге қалай ыңғайлы, қайсысы әдемі көрінеді, солай аяқтасаңыз болады. Және уәде еткенімдей, видеоның соңында енді қанша жіп, қанша моншақ еткенін айтатын боламын. Мен бір орамалға 4, осы этамин жібінен 4 орам жіп жіберемін. 3 орамнан қысқа болады. Менің қолым тар. Және осыған 210 штук осындай моншақтан 210 штук моншақ кетті. Және маңдайындағы өрнегі менде 20 болғанға дейін тоқыдым. Сіздер қаласаңыздар 17-18 қылсаңыздар болады, бірақ мен 20 қылдым. Сіздер де тоқып көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сау болыңыздар.